Ассалаумағалейкум. Өткенде осы инкубаторлар туралы бір видео салғаннан кейін бауырлардан көп сұрақтар келіп түсіп жатыр екен. Яғни осы инкубаторға қатысты, инкубацияға қатысты. Соның ішінде яғни суын қалай құямыз, қай жағынан құямыз деп сұрап жатыр екен. Мүмкін өздері де инкубатор істеп, соның су жағын қалай істесек болады деп түсінбей жатқан шығар. Соның суын қысқа нұсқа түсіндіріп айтып кете салайық, иншалла. Яғни бұның су құю жағы өте оңай, өте қарапайым да. Яғни бағанда Блиц норма, ова болмаса болса да китайский сияқты әр құйған сайын 1 литр баклажкамен сыртынан бағандегі ағызып төгізіп ондай емес. Немесе бағана воронкамен екі шеттен кішкентай бір дәлдеп құятын бар ғой. Негізі түрі көп қой, бір капельный сияқты жоғары іліп қоятыны бар, беліне төл бағандегі су құятын ыдыстарды байлап қоятыны бар. Бұл жерде өте оңай, қарапайым, яғни екі пластик контейнер болады, 10 литрlik әрқайсысы. Біреу ішінде, біреу сыртында тұрады, кәдімгі штуцермен немен жалғанады, капрон трубкамен. Яғни сыртынан су құйған кезде ішіндегі судың деңгейі көтеріледі, ішіндегі судың деңгейі түскен кезде сыртындағы түседі. Бұның тағы бір плюсы, пайдалы несі, ертең аяқ жағында бағандегі ылғалды көтеру керек болған кезде сыртынан су құйса, жылы су, ішіндегі не бірден көтеріледі. Сол жағынан бұл жақсы. И одан кейін бағана айттық қой, өте көп сұрақтар қойып отыр екен. Яғни оның ішінде бағандегі болатын сұрақ бар, болмайтын сұрақ бар. Болмайтын сұрақ болғанда өте қарапайым, түсінікті сұрақтар болады да, элементарно. Өздері не алады, түсіне беретін. И күрделі сұрақтар бар, жылдар бойы тәжірибемен келетін. Сол бір 3-4 сұраққа тоқталып, біз алла қаласа соған қатысты видео түсіріп, осыға салатын боламыз иншалла.